Қайырлы күн, қымбатты достар мен жазылушылар. Сіз барлығы туралы барлығы арнасына қайта оралдыңыз. Және біз сізге тағы бір қызықты шолу дайындадық. Әр түрлі халықтардың ең оғаш дәстүрлері. Сондықтан өзіңізді жайлы етіңіз. Кеттік. Дүниеде қанша халық болса, сонша дәстүр бар. Рас, кейде бұл дәстүрлер оғаш, ақымақ немесе тіпті қорқыныштыдан да көп болуы мүмкін. Бірақ олар қандай болса да, олар құрметтеліп, ұрпақтан ұрпаққа беріліп отырады. Мен әр түрлі халықтардың ең ерекше дәстүрлерін жинадым. Олар кез келген шетелдікті көп күндік күйзеліске ұшыратады. Индонезия, тістерді кесу. Балиде бұл ерекше дәстүр ең маңыздыларының бірі болып табылады. 18 жасқа толғаннан кейін әрбір жасөспірім өткір тістері кесілген рәсімнен өтуі керек. Ауруханалар өткір тістер зұлым рухтармен байланысты деп есептейді. Ал егер олар кесілмесе, адам өлгеннен кейін көкке жете алмайды. Сондықтан рәсім ғибадатханада өтеді. Онда діни қызметкер тістерін қайрау үшін кәдімгі файлды пайдаланады. Ал тіс шаңы салтанатты түрде отбасылық ғибадатханаға көміледі. Меланезия, жүзім бұтасынан секіру. Әр сәуірде Вануату архипелагының ер адамдары жас жігіттерді ауыр сынақтан өткізу үшін 100 метрлік мұнара тұрғызады. 5 жастан асқан ұлдар аяқтарына жүзім арқанын байлап мұнарадан секіреді. Адам неғұрлым биіктен бастаса және жерге жақындаған сайын, соғұрлым ол құдайлардың батасын алады деп сенеді. Әрине, жазатайым оқиғалардың пайызы кестеден тыс, бірақ соған қарамастан, мұндай рәсім 15 ғасырдан астам уақыт бойы жүргізіліп келеді. Германия, шұлық гирляндасы. 25 жасында жан серігін кездестірмегендер үшін Германиядан келген тағы бір ерекше дәстүр. Бұл жағдайда сіздің достарыңыз үйіңіздің немесе туған жеріңіздің айналасына шұлық гирляндасын тартады. Ал әрбір бірнеше шұлық үшін сізден алкогольдік сусын ішу сұралады. Әдетте, олар шұлықтарын мүмкіндігінше іліп қоюға тырысады. Үндістан, кокос жаңғағын сындырыңыз Тамилнадта Ади фестивалі өтіп жатыр. Онда діни қызметкерлер кокос жаңғағын сындыруы керек, және олардың ізбасарларының бастары. Осылайша, жергілікті тұрғындар құдайларға ризашылықтарын білдіріп, сәттілік пен денсаулыққа шақырады. Айтпақшы, денсаулық туралы. Рәсімді дәрігерлер үнемі қадағалап отырады. Олар рәсімнен кейін зардап шеккендерге медициналық көмек көрсетеді. Дания адамға даршын себіңіз, егер сізге үйленбегендерге арналған бұрынғы дәстүрлер ұнамаса, міне тағы бір басылым. Егер сіз 25 жаста болсаңыз және әлі бойдақ болсаңыз, онда сізге басынан аяғына дейін даршын себілген. Ал егер сіз 30 жаста болсаңыз және жұпсыз болсаңыз, онда сізге бұрыш лақтырылуы мүмкін. Әрине, әзіл ретінде. Испания, сәбилердің үстінен секіру. Испаниядан келген тағы бір ерекше дәстүр. Эль Колачо. Шайтанның кейпіне енген ер адамдар матрацтарында жатқан сәбилердің үстінен секіруі керек. Мұндай рәсім зұлым рухты аулақ ұстауға және балаға жақындамауға арналған. Грецияда балалар үйлену түнінде пайда болады. Әзіл қалжыңсыз. Отбасында бәрі жақсы болатындай әдет бар. Жас жұбайлардың төсегіне балаларды кіргізу керек. Олар жүгірсін, төсекке секірсін. Содан кейін жастар үшін бәрі ойдағыдай болатыны сөзсіз. Мысалы, Никобар аралдарында, егер жігіт қызға үйленгісі келсе, ол қыздың үйінде құл болуы керек. Және ол 6 айдан 1 жылға дейін созылуы мүмкін. Осы уақыт ішінде таңдалған адам оның мұндай күйеуді қалайтынын немесе қаламайтынын анықтайды. Егер қыз келсе, ауыл кеңесі оларды ерлі зайыптылар деп жариялайды. Егер олай болмаса, жігіт үйіне қайтады. Қайтыс болған отбасы мүшесін жеу. Папуа Жаңа Гвинеядағы тайпалардың бірінде қайтыс болған туысын жеу дәстүрі бар. Бұл құрмет. Тайпа халқы марқұмның құдіретін бойына сіңіріп жатырмыз деп сенеді. Марқұммен бірге өмір сүру. Ең сорақысы, туысқаныңды бірден жеу немесе
онымен ұзақ жылдар бойы тірідей бірге өмір сүруді жалғастыру екені белгісіз. Индонезияда өлгендерді жерлемей, оларды үйде қалдырып, ештеңе болмағандай ұстау дәстүрі бар. Жуу, киім ауыстыру және денелерді жарамды күйде ұстау үшін олар формалинмен сақталады. Ағашқа үйленді. Кейбір үндістердің күйеулерінің бөренелері бар және сөздің шын мағынасында. Біз босану диаграммаларында күрделі Марс деп аталатын әйелдер туралы айтып отырмыз. Үнді астрологтарының пікірінше, мұндай босану кестесі бар әйел серіктесінің кармасын бұзуы мүмкін. Сондықтан, бұл ханымдарға алдымен ағашқа үйленіп, оған өз кармаларын беру ұсынылады. Осыдан кейін ағаш өртеніп, жесір қалған қыз нағыз адамға тыныш үйлене алады. Үндістанның бірқатар аймақтарында үшінші рет үйленуге тыйым салатын оғаш сенім бар. Оның үстіне екінші, төртінші және одан кейінгі некелерге тыйым салынбаған. Тапқыр күйеу жігіттер тығырықтан шығудың жолын тауып, үшінші рет ағашқа үйленеді. Діндерге тыйым салынбаған дәстүрлі рәсім жасалады. Содан кейін ағаш салтанатты түрде кесіледі. Жесір қалған жас жұбай бостандыққа шығады және төртінші қалыңдықты еш кедергісіз таңдай алады. Қызанақ лақтыру енді зиянсыз әдет ғұрыптарға көшейік. Испанияда жыл сайынғы фестиваль кезінде кез келген адам қызанақ шайқасын өткізе алады. Қызанақпен лақтыруды ешқандай жолмен түсіндіруге болмайды, және олар мұны тек көңіл көтеру үшін жасайды. Полинезия аралдарында үйлену түнін достарымен бірге өткізу әдетке айналған. Бұл әдет ғұрып әйел пәктігінен айырылған кезде жын-перілерге малынған қан шығарады деген сеніммен байланысты. Сондықтан оған қатысқан барлық ер адамдар оны тазарту үшін еңбек өтілі бойынша жыныстық қатынасқа түседі. Күйеуіне әйелінің денесіне соңғы болып кіруге рұқсат етіледі. Осы уақытта әйелдер қалыңдықтың айналасында билеп, ән айтады. Мұның бәрі бүгінгі күн үшін сізге ұнады деп үміттенемін. Жаңа бөлімдерді жіберіп алмау үшін жазылуды лайк басып, видеоның астындағы қоңырауды басуды ұмытпаңыз. Ал біз сенімен қоштасамыз. Баршаңызға денсаулық. Көріскенше.